Хит микс торттар 3 бөлім. Тағы да бисквитімізді 3 бөлікке бөліп аламыз. Бисквитті қоямыз, пропитка және де үстіне кремімізді сығып шығамыз. Шпательмен тегістеп үстіне туралған свежий банандарымызды орналастырамыз. Бисквит, крем, бананды орналастырып болғаннан кейін үстіне сапалы дрожжеланияның вареный сгущенкасын құйып шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп құйып шықсаңыздар жеткілікті. Тағы да үстіне бисквитімізді, кремімізді, бананды және вареный сгущенкамызды құйып шығамыз. Осылай біздің банан карамель тортымыз дайын болады. Пропитка себуді ұмытпаңыздар. Пропитка ол торттың құрғап кетуінен сақтайды. Және де бисквитті нәзік әрі жұмсақ етеді. Осымен біздің банан карамель тортымыз жинақталды. Енді сыртына крем жағып, шпательдің көмегімен доп-домалақ етіп шығамыз. Екі сағат пропиткада тұрған тортымызды алып, үстіне карамелімізді дәл видеодағыдай етіп торттың бетіне құйып шығамыз. Карамельді жасау үшін 150 грамм сапалы варенка, яғни дрожжеланияның вареный сгущенкасымен 80 грамм сливкиді жақсылап араластырамыз. Сонда түсі де өте ерекше, нағыз карамельдің дәмін беретін болады. Осымен біздің банан карамель тортымыз дайын болды. Кеспес бұрын тағы да холодильникке қоюды ұмытпаймыз. Дайын болған торттың үстіне кез келген ягоды немесе түрлі тәттілерді қойып, клиенттеріңізге ұсына берсеңіздер болады.